Қайырлы күн, 9-шы сынып оқушылары, сіздермен бірге Зе мұғалімі каналы. Тапсырманы бастамас бұрын Зе мұғалімі каналына жазылып, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаймыз. Егер видео пайдалы болып жатса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаймыз. Біз бүгін қазақ әдебиеті пәнінен 9-шы сыныптың 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын қарастырамыз. Бізде бірінші нұсқа және бірінші бөлім. Бізде 5 сұрақ осылай тест түрінде берілген. Құлагер поэмасында кімнің асы суреттеледі? Бұл Әлімқұлдың. Екінші, Бейімбет Мағауиннің Шұғаның белгісі повесіндегі сюжеттің шарықтау шегін анықтаңыз. Екі жастың бақытты өмір сүруі. Төлеген Айбергеновтың сағыныш өлеңі жолдарынан асты сызылған тіркестерін қандай көркемдік тәсіл арқылы жасалып тұрған анықтаңыз. Сағыныш деген молшылық қазына боласа, бола да берер артық кем. Ал нағыз асқақ сағыныштарда араның балы бар тіптен. Мен мынау ыстық жүрегіменен қаратасты да сағынып, қаланып қалса біртіппен. Бұл бізде молшылық қазына, нағыз асқақ сағыныштарда ыстық жүрегіменен осы эпитет қарастырылған. Төртінші, қыз баланы қор қылатын өзіміз ғой. Берілген сөз қайып кейіпкердікі. Бұл Артықбай. Бесінші сұрақ, Фариза Оңғарсынованың өлең «Мен сені аялап өтем» өлеңінің жолдарында қандай бақытты сәттерді өлеңмен байланыстырып суреттейді? Бұл біреудің күлкісін көріп, бақыттың түртісін көріп, шаттанып қалған шағымда қуаныштан дірілдеп денем, алдыңа күлімдеп келем дейді. Екінші бөлім бізде. Алтыншы сұрақ, Төлеген Айбергеновтың сағыныш өлеңіндегі «Ол шіркін, менің сағынышымдай көлемі шексіз болсаудан, ондағы жандар көз аспар еді-ау сағыну менен шаршаудан. Сүйем мен сені көкірегі ыстық беу дүние, тұратын түгеу сағыну менен аңсаудан» деген өлең жолдардағы ақынның бейнесін талдап жазыңыз. Төлеген Айбергеновтың сағыныш өлеңі. Бұл өлеңде автор жанық дүниеге құштарлығын, сағынышын аңсарын өте көркем тілде жеткізген. Төлеген Айбергенов 30 жасына дүниеден өткен. Өзі жастай кетсе де артында өлместей із қалдырған. Өзінің бұл дүниеге деген сағынышының көлемі шексіз екендігін айта келе, көкірегі ыстық беу дүниені сүйетіндігін, бұл дүниенің сағыныш пен аңсаудан тұратындығын көркемдеп жеткізген. Өмірде мынау сағынбағандар бақытсыз, бақытсыз, талайсыз деп жырлаған. Сағыну, аңсаудың өзі бір бақыт екендігін жеткізген. Туған жеріне, еліне, жарық дүниеге деген сағынышын қаламмен сөйлеткен ақын. Жетінші сұрақ. Жетінші тапсырма. Поэмадағы ақынның ауыр жан күйзелісін, терең тебірінісін талдап жазыңыз дейді. Бұл бізде Құлагер поэмасы. Құлагер, қолда өсірген құлыным-ай, ішінде омыртқаным жолымай, жан ба екен, сайтан бекен қаза болғыр, қанды қол қастықпенен ұруын-ай. Осылай ақан жырлап жатты. Қайтсын ол жыламасқа жанға батты. Күйінді ол, күңіреніп құлағы керге. Айрылды ол, аттан жақсы, достан тәтті. Жарлының жалғыз өлсе жанын ұрар. Дәл сондай жақсатыны ақан жылар. Жел жылап, көл күрсініп жатқаны не? Таудағы ой бауырым, дар неге сулар. Бұл жерде серінің атын асқақтатқан ең әуелі табиғат тарту еткен сан қырлы талант болса, екіншісі ақан есімімен қатар аталатын ата ұтты пырағы Құлагер еді. Ол астындағы атын бейне бір туған баласындағыдай бөбектейді. Аламан бәйгенің алдын бермей, даңқы бүкіл арқаға тараған Құлагер сағынайдың асында қастандықпен өлтірілгенін білеміз. Осы бір қарабет қастандық ақынның жүрегін жаралайды. Құлагердің басын құшақтап, «Құлагер, әкең тұлпар, шешең сұңқар» деп жоқтау айтады. Ақанның Құлагерді айырған адам баласының қара ниетінің нәтижесі. Бұл жерде іштарлық, көреалмаушылық сияқты қасиеттердің сол заманның да басты жауы болғанына көзіміз жетеді. Құлагер поэмасы бір ғана жүйрік тұлпарға арналмаған. Онда әділетсіздікке деген ақан серінің ашуы жатыр. Құлагердің жүйрік, нағыз сәйгүлік болуы көптің ішіне іштарлық құртын түсіргені белгілі. Сол замандағы әлеуметтік мәселені қозғайтын болсақ, таяқтың бір ұшы осыған келіп тиеді. Бұл тек сол заманның ғана емес, адамзат баласының тарихындағы әр кезде болатын басты мәселе болатыны анық.
Бізде 8-ші сұраққа келдік. 8-ші тапсырма. Шұғаның белгісі повесінде жазушы қандай әлеуметтік мәселені көтерген? Ойыңызды талдап жазыңыз. Кеңестік заманның алғашқы 20 жыл ішіндегі қоғамдық құбылыстардың еңбекші адамға тигізген әсерін, қазақ халқының ғасырлар бойында қалыптасқан тұрмыстық, салттық болмысының, шаруашылық кәсіптік негізінің жойылып, оның орнына жаңа құрылымдардың табиғи орын теуіп болмаған кезеңінің сыры мен мұңын шебер суреттеді. Сондай шығармалардың бірі Шұғаның белгісі. Повесте ең өткір мәселе әйел теңсіздігі болған. Шығармада бір-бірін сүйген екі жастың Шұға мен Әбдірахманның арманына жете алмаған трагедиялық халі айтылады. 9-ші тапсырма. Өлеңдегі ақын сезімін қара сөзбен сипаттап жазыңдар дейді. Өмірдің өткелдерінен қиындық көп көргеніммен, өртеніп от басқаныммен, өзіңмен қоштаспадыммен, күлкімді жайлы күнімді, азапты қайғы мұңымды, өзімен бөліскенің үшін, қатем мен жеңістерім үшін, менің мынау қиындау тағдырым болып, облыстан көріскенің үшін, өлең, мен сені аялап өтем. Ақын бұл шығармада өлеңге деген алғысын, құрметін жеткізіп отыр. Қанша қиындық көрсе де өлең жазуды тастамағанын айтады. Қуанышты да, қайғыны да бөліскен өлеңге рахметін жеткізеді. Өлеңді тағдырына балап, оған осылайша сезімін айтады. 10-шы тапсырма. Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан романындағы Ұлпанның арзанға түспейтін қыз екенінде қандай мән жатыр? Ойыңызды дәлелдеп жазыңыз. 5-6 сөйлеме. Ұлпан өзінің қалың малға сатылмайтынын, және де оны ешкім сатпайтындығын, одан бөлек ақылын немесе жүрегін жаулау арқылы ала алатын асыл жанға теңейді. Жастықтың қызуын ерте сөндірген ауыр тағдырынан алса, жыласа езілген көп әйелдің әлсіз жаратылыстың бірі болып қала берер ме еді. Ұлпанның арзанға түспейтінін әу бастан ескерткен күндердің бірінде Есеней бидің атынан сөйлейтін салмақты сөз иесі тұқымының, хан тұқымының билік басындағы шенеуніктердің ішкі есебін алдын ала болжап, іс ететін ел иесі болатынына аузына Құдай салғандай. 3-ші бөлім бізде 3 тақырып беріледі. Яғни тақырыптардың бірін таңдап, шығарманың тарихи және көркемдік құндылығына өз пікіріңізбен баға беріңіз дейді. Бізде бірінші тақырып сағыныштан жаралған бақыт, яғни сағыныштан жаралған ақын Төлеген Айбергеновтың сағыныш өлеңі бойынша. Екінші, Ұлпан романындағы Ұлпан бейнесін қазіргі кездегі басшылық қызметтегі әйелдер бейнесімен салыстыра талдау жазыңыз. Үшінші, Ілияс Жансүгіровтің Құлагер поэмасындағы бай-бай құлагердің жоқтауындағы ақын өміріндегі құлагердің орнын білдіретін өлең жолдарын талдап жазыңыз. Мен бұл жерде осы екінші тапсырманы, яғни екінші тақырыпты алдым. Бұл бізде Ұлпан поэмасы бойынша. Жазушы Ұлпан бойындағы 3 жылы сезімді оқырман көкірегіне егіп кетті. Біріншісі, Ұлпан болудың арғы түбі әкенің ұл орнына өсірген ақылды, есті қыз болып өсуінде. Екіншісі, әйел ана болудың зор бақыт екенін сезіне білуінде. Ол жалғыз қызы Біжікенге ғана емес, сол рудың қарамағындағы қалың елдің баласын бауырына басқысы келетін мейірімен жаралған болатын. Үшіншісі, ибалы қазақ әйелі қандай ақылды, құдіретті болса да, ер азаматтан кейін тұруы тиіс деп санайтын нағыз қазақы тәрбиенің дұрысы, адамгершілік тәрбиесінің қайнары бар еді. Елі әулиедей табына сыйлаған Ұлпан тұлғасы міне осындай. Осы арқылы кіріспемдегі соңғы 2 сұрағыма жауап бердім деп білемін. Ері жоқ әйелдердің азамат орнына билікке араласуы бұрыннан бар. Өз қоғамы Ұлпанды бағалай алды. Оған бірнеше дәлел бар. Сырым батырдың еліне сапарлауы кезіндегі оқиғалар мен Есеней өлгеннен кейінгі елдің ішкі, сыртқы шаруаларын би, болыстармен келісе отырып жүргізген кездері. Ал бүгінгі билік басында әйелдер адамдар аз емес, бірақ Ұлпанмен салыстыра алмас еді. Мекеме басқарушы әйелдің үйдегісінен сырттағысы көп. Олардың айналасында ақыл беруші, көмекшілер қатарында азаматтардан гөрі әйелдер саны басым. Бұл әйел басшысының ойында өзін олардан жоғары санауды, тіпті кейде сырттай бәсекелестіруді қалыптастыра береді. Билік басындағы елдердің қаталдау болатын өтірік емес. Ал олардың өмірдегі басты миссиясы отбасының жылуын сақтап, балаларын мейірімен өсіру емес пе? Ұлпан билікке Есеней ауырғасын, Есеней өлгесін еріксіз араласты. Ал қазіргі әйелдер мемлекет басқаруға өз